Пайғамбарымыз өмірінде бір-ақ рет қажылық жасаған қажекелер. 3 рет умра жасаған. Бір қажылық 3 умра бар пайғамбарымызда. Сол бір түйір қажылықта пайғамбарымыз мына таудың үстіне шыққан міне. Мына төбенің аты Рахма деп аталады. Мына жазықтық Арафат деп аталады. Осы жерде пайғамбарымыз 124 мың сахабаға уағыз айтқан қажекелер. Без микрофон. Ойлаңыз, 124 мың сахаба. Ай адамдар, мен сендермен бүгін соңғы жылда кездесіп тұрған сияқтымын деп бастайды пайғамбарымыз сөзін. Бұдан кейін мен сіздермен кездеспейтін сияқтымын дейді. Сол кезде сахабалардың барлығын естиді, жылайды қажекелер. Уже болды, білді. Неге? Болды, ислам уже кемеліне жетті. Пайғамбарымыздың кететін уақыты жақындады. Сол кезде Омар ең қатты жылаған сахаба. Омар, сен неге жылап жатсың деп сұрайды. Сонда Алланың елшісі, бүгін барлық нәрсе кемеліне жеткен сияқты дейді. Бүкіл нәрсе кемеліне жеткенде одан бір нәрсе ажырайды дейді. Яғни сен өмірден кететін сияқтысың дейді. Дәл солай Омар дейді. Бұл біздің соңғы кездесуіміз дейді. Осы жерде пайғамбарымыз 124 мың сахабаға уағыз айтады, өсиет айтады. Сөйтеді Мәдинаға қажылығын өтеп болып қайтады. Мәдинаға барғаннан кейін 6 айдан кейін пайғамбарымыз бұл өмірмен мәңгілікке қоштасады.